YouTube эксперттер сіздерді алдады. Монетизацияға шығу үшін енді 500 ғана подписчик жеткілікті деген жаңалық болған болатын. Сол шын ба, сол жайлы толығырақ түсіндіріп айтып бергім келіп тұр. Обновлениеден кейін YouTube'тың партнерская программасы 2 стадияға бөлінді. Біріншісі ол 500 подписчик және 3000 сағат просмотр немесе 3 миллион просмотр шортс арқылы жинау. Бұл жағдайда YouTube'пен партнер болатын болсаңыз, сізге YouTube'тың поддержкасына жазу мүмкіндігі, яғни белгілі бір проблемалар болып жатса, поддержка арқылы жазысып, чатта шешуге мүмкіндігі пайда болады. Одан кейін спонсорство, суперчат, супер спасибо деген сияқты мүмкіндіктер. Ал егер сіз видеоңыздың әр просмотр үшін табыс тапқыңыз келсе, бұрындағыдай 1000 подписчик 4000 сағат просмотр немесе шортс арқылы 10 миллион просмотр жинау керек болады. Көп оқырмандарым осы жағдайлар түсінбей жүрді, сол үшін сіздерге арнап осы видеоны жазып, түсіндіріп беріп жатырмын. YouTube'ты бастауды ойланып жүрсеңіздер,